Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Ғани Мұратбаев атындағы нөмір 91 орта мектептің химия пәнінің мұғалімі Қосжанова Гүлназ. Бүгін сіздерге өтетін сабағымның тақырыбы атомдар мен молекулалар. Оқу мақсаты атомдар мен молекулалардың айырмашылығын білу. Атом грекше бөлінбейтін деген сөз. Атом дегеніміз заттың химиялық жолмен бөлінбейтін ең ұсақ бөлшегі. Молекула дегеніміз жай немесе күрделі заттардың құрамы мен химиялық қасиеттерін сақтайтын ең ұсақ бөлшегі. Барлық денелер өте ұсақ, көзге көрінбейтін, әрі бөлінбейтін, мәңгі қозғалыста болатын бөлшектер атомдардан тұрады деген болжамды осыдан 2500 жыл бұрын өмір сүрген грек философы Демокрит айтқан. Оқушылар, осы атомдар мен молекулалар жайындағы бейне көрсетілімге назар аударайық. Біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырда ежелгі гректер денелер көрінбейтін ұсақ бөлшектерден тұрады деп ойлаған. Олар оны атом деп атаған. Бұл сөз бөлінбейтін деген мағынаны білдіреді. Бұл гипотеза эмпирикалық деректерге емес, философиялық талқылауларға сүйене отырып пайда болған. Атомдарды жай көзбен көру мүмкін емес, сондықтан оларды көру үшін арнайы құрылғыларды қолданамыз. Ежелгі философтардың осы гипотезасы біраз уақыт ұмытылып кеткен. Кейін бұл гипотеза 19 ғасырдың басында Джон Дальтонның теориясында келтіріледі. Өз тәжірибелерінің нәтижелеріне сүйене отырып, Дальтон дене атомдардан тұрады деген болжам жасады. Бұл қазіргі ғылымға негіз болды. Қазір біз атомдардың көрінбейтінін және олар ядромен оны айнала қозғалатын электрондардан тұратынын нақты білеміз. Материя тұрақты және үзіліссіз болып көрінеді. Алайда бұл олай емес. Барлық заттар атомдар деп аталатын ұсақ бөлшектерден тұрады. Атомдардың кішкентай болғаны сонша, миллиондаған атомдар ине тесігіне сыйып кете алады. Атомдардың алуан түрлері бар. Бір ғана атом түрінен құралатын заттар элементтер деп аталады. Атом химиялық элементтің қасиеттерін сақтайтын оның ең ұсақ бөлшегі. Темір пластинаның құрамындағы атомдардың барлығы бір түрге жататын атомдар. Дәл осылайша, алтын құймасындағы барлық атомдар бірдей, бірақ темір атомдарынан өзгеше болады. Атомдар молекулалар деп аталатын топтарға бірігеді. Оттегі азот немесе хлор сияқты кейбір элементтер екі атомды молекула күйінде болады. Екі немесе одан да көп атом түрлерінен құралатын молекулалар химиялық қосылыстардың молекулалары. Химиялық қосылыстар да таза зат болып келеді. Химиялық қосылыстың мысалына суды жатқызуға болады. Оның әр молекуласы екі сутек атомы мен бір оттек атомынан құралады. Су молекулаларының ыдырау сызба нұсқасы. Суретте су молекуласы берілген. Су молекуласы ыдырағанда түзілген ұқсас атомдар өзара жұптасады. Сондықтан судың екі молекуласы айырылғанда, одан сутектің екі молекуласы және оттектің бір молекуласы бөлінеді. Заттар екіге бөлінеді: жай заттар және күрделі заттар. Жай заттар дегеніміз атомдардың бірдей түрінен құралған. Мысалы, молекулалық жай заттар сутегі, оттегі, азот, галогендер, кейбір бейметалдар, күкірт, фосфор, мышьяк және басқалары, металдардан темір, алтын, мыс, күміс. Күрделі заттар дегеніміз атомдардың әр түрінен құралған. Мысалға, су, ас тұзы, қант, марганцовка, магнийдің оттекпен қосылысы, тағы басқалары. Оқушылар, бүгінгі алған білімдеріңді тексеріп көрейік. Тапсырма. Бірінші сұрақ: молекула неден тұрады? Екінші сұрақ: материяның негізгі құрылыс бөлшегі. Үшінші сұрақ: химиялық жолмен бөлінбейді. Төртінші сұрақ: химиялық жолмен бөлінеді. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Ендеше оқушылар, жауаптарымызды талдайық. Молекула неден тұрады? Атомдар мен атомдар тобынан тұрады екен. Екінші сұрақ: материяның негізгі құрылыс бөлшегі ол атом.
химиялық жолмен бөлінбейді, ол атом. Химиялық жолмен бөлінеді, ол молекула. Оқушылар, барлықтарыңыздың да жауаптарыңыз сәйкес келді деп ойлаймын. Оқушылар, бүгінгі сабақта атомдар мен молекулалардың айырмашылығымен таныстық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.